Жаңа Қазақстан енді ескі көлікке тыйым сала ма? Ескі көлік мінгеннің нөмірі тәркіленіп 1.400.000 теңге айыппұл салынады дейді. Қазақстанда енді ескі көліктерді пайдалануға тыйым салынбақ деген қауесет тарады. Бұл заңға бағынбай ескі көлігін тастамай жүргендердің мемлекеттік нөмірі тәркіленеді екен. Қазақстан үкіметін экологияның ластануы қатты мазалай бастапты. Бұл экологияны басқадан бұрын ескі көліктер оңдырмай ластап жүр дейді. Сондықтан осындай заңды амалсыз енгізбек екен. Бұл пилоттық жоба Алматыдан басталады деген сыбыс бар. Жалпы қазіргі халқы кедей Қазақстанда ескі көлікпен жүруге тыйым салудың қандай да бір қисыны бар ма? Қаржыгер Сәбит Рысбаев ескі көліктерге тыйым салыну үшін алдымен халықтың жағдайы жасалуы тиіс дейді. Жалпы ескі көліктерді жүргізбеуді қолдар едім. Рас, ескі көліктерде адам өлімі көбірек болады. Бірақ біз қазір ондай жағдайда жүрген жоқпыз. Яғни бізде көлік арзан болса, жағдайды түсінуге болады. Бірақ бізде көліктің бағасы удай ғой. Бізде тұрған Қытайдың көлігі Қытайдың өзінде 2 есе арзан. Кедендік одақ, Евразиялық одақтың ішінде де Қазақстанда көліктің бағасы бәрінен қымбат. Өйткені біздің көлікке салынатын алым салықтар өте көп. Анау утил алым салығы 2016 жылы енгізілді. Ондағы мақсат көлік паркін жаңарту болатын. Арада 8 жыл өткен соң керісінше автопарк қатты ескіріп кетті. Баға есірген соң халға амал жоқ, ескі көліктермен жүруге мәжбүр. Шатыспасам, 2022 жылы амортизацияны 50%-ға түсіргенімізбен көлік бағасы арзандамады. Жылдан жылға айлық есептік көрсеткішпен басқа да салықтар өсуде. Айыппұл мәселесі онсыз да халықтың ашу-ызасына тиіп отыр. Ешкім еріккеннен ескі көлік айдамайды. Мүмкіндігі болса жаңа көлік алып, ескімен ешкім өзін-өзі қинағысы келмейді ғой. Амал жоқтан жаңаға жағдайы жетпегеннен ескі көліктік мінуге мәжбүр. Осыны біздің билік, үкімет түсінуі керек. Сондықтан егер жаңа көліктің бағасын қолжетімді қылса, онда ескі көліктерді жүргізуге тыйым салуды қолдар едім дейді сарапшы. Ескі көліктерге тыйым салған дұрыс деп қосады эколог Азаматхан Әміртай. Бірақ дәл қазір халық қолдауға зәру кезеңде оған тыйым салынбайды. Экологияны аялауға келсек, ескі көлікке тыйым салудан басқа да шешімдерді қарастыруға болады. Мысалы, халықты шағын, жеңіл көлікке үйрету. Біріншіден, халықтың қалтасы көтереді, екіншіден, барлық жағынан да шығыны мен зияны да аз. Европа халқы сондай жолды таңдаған дейді эколог. Ескі көлікті ептеп жүргізіп жүргендерге айыппұлдың сомасы да бекітіліпті. Экологияға аса зиянды шығарындысы бар көліктерді анықтау үшін әр өңірде жергілікті экология департаменті мен құзырлы органдар бірлесіп жұмыс жүргізбек. Тексеру нәтижесінде ауаны ластау көрсеткіші нормадан асып түссе, дереу шара қолданылады. Әзірге бұл пилоттық жоба. Айыппұлдың бағасы өсе береді. Өзі әупірімдеп жүрген жұрт бұл заңды қалай қабылдайды? Қалтасы жұқа қараша енді қайтпек.